Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Зига кезет. Бүгін біз GTA 5 RP ойынын ойнайтын боламыз. Яғни мен әзгене ақша жинадым. Бірінші ақшама алғашқы машинамды сатып алғым келіп жатыр. Себебі ары бері қимылдау өте қиын, ары бері жүру өте қиын. Жұмысқа бару үшін мынандай скутермен барып қайту керек. Бұл скутер өздеріңіз байқағанда өте жай жүреді. Сондықтан машина алу керек бізге. Қазір көреміз ішіне кіріп. Мен әлі көрген жоқпын. Қазір келдім машина сататын магазиннің алдына. Өздеріңіз көріп тұрғанда қазір түн, ешкім жоқ. Ал көрейік, қандай машиналар бар екен. Так. Қандай беха тұр. Так, 14 мыңнан басталады екен берді. Ең арзаны және кете береді 4 миллион 900 мыңға дейін. 4 миллион 900 мың долларға дейін. Вау, Мерстая. Мен өзім Мерстің фанатымын. BMW-шіктер не айтса оны айтсын. Бірақ мен Мерсін айтты маған. Volkswagen бар екен. Тағы бір Мерс, Mitsubishi. Mazda ма не ол? Toyota. Supra. Вот Supra менің. Мен өзі Toyota Suprалар жақсы көрем. Японский машиналарды әсіресе тюнинг істелінген яғни. Қандай машиналар бар? Бұларға біздің ақшамыз жетпейді. Біз ең арзаны. Қандай екен? Ой. Анау қалай болады екен мына машина? Скоростар қандай екен? Бұлардың скутердің мықты шығар әйтеуір хотя. Мынау. Тот басып кетті той бейшараларды. Капелька ма? Қалай дейді? Бұларға ақшамыз жете ма? 16.800 дейді. 16.800, 18 мыңнаған ол жетпейтін сияқты. Біз көрейікші ақшамыз 16.900 бар екен. Мен картадан көрген сияқты едім. Бізде карта емес, машина телефоннан көрдім ау деймін. Бұл машиналарды қай жерден сатып алуға болатыны туралы ма бар еді. Біз қазір іздеп көрейік. Магазин транспорта, окей. Бұл жерде емес. Жұмыста емес, ол точно. Организацияда да емес. Міне, бұл авторынок деген. Қазір осы жерге барып көреміз. Қандай машиналар бар екен. Қай жерде? Өздеріңіз көріп тұрғанда жақын жер емес, қанша километр қазір көреміз. Ана лақтырып кетті кәдімгідей. Тастап кетті ма? Машина алайын деп жатыр екен ғой. Әні сразу алып машиналар. Банды ғой деймін алар, Мен атып кетпей тұрғанда. Жоқ болып кетейік та. Мына машинамен бірақ скутермен қақтың жоқ болып кеткен. Қуалап жетіп сабайтын сияқты өгіз. Әте жоқ, келмей жатыр. Қазір барып көреміз бұл машиналарды. Бізде астында дейді. Астына түсуіміз керек. GTA San Andreas'те ма, GTA Vice City'де ма, тур осындай локацияда осындай машиналар тұратын бар ғой. Кез келгенін ашып, айтып кете беретін еді. Типа парковка сияқты жер ғой, Аэропорттың парковкасы дейді ғой. Үш жерге болатын шығар парковкаға қоюға, Жай қойып қояқ та. Отақтады өшірейік. Бұл дырылдап кәз. Не болды ма? Шаршадың ба? Жоқ, бізде энергия 100. Выносливость 0. Күш мақыл выносливость. Оларды енді тренировка жасап көбейтетін шығармыз. Олар тамақ жеуден көбеймейді ау. Опана. Не, жүрегің слабый ма? Немене? Шаршап қала бересің. Және мына шеттегі қызыл не ол? Достар, айтып жіберсеңіздер бізге, себебі біз білмейміз. Ол азайып бара тұр. Күннен күнге уақыт өткен сайын. Так. Бізге мына адамға жол керек сияқты. Сіз ба машина сатып отқан? Көрейік.
ойбай, мен жаңағы жерім жақсы еді ғой мына машиналар деген. Ойбай, мен әшейін арзан машиналар сатып ала ма десем, мынау мен что-то қымбат жерге келіп қойған сияқтымын ғой. Қояйын, ана қайттық. Есің барда елің тап деген. Негізі мен машина алып таксовать етем ба деген ойым бар еді. Қазір көреміз. Мен скутермен таксовать етуге болмайтын шығар. Кім отырады скутеріңе сен? Тем более жай жүретін болса. Сондықтан біз қазір барып көреміз. Мен жалпы GTA 5 сәл түсінейін дедім. Енді бұл екінші или үшінші ойыным, өздеріңіз көріп тұрғандай. Сондықтан маған көмектесіңіздер. Бандыға шақыратындар болса, атысу жағын қатырамыз. Жұмыс уақыты ойнай аламыз. 2 сағат күніне кем дегенде 2 сағаттан күнде ойнай береміз, егер де қажет болса. Немесе мен өзім банды құрсам да болады, бірақ оған ақша керек, өздеріңіз білгендей. Уровень көтеру керек. Маған бірінші уровень керек, сондықтан әзірше біз осындай жұмыстар іздеп ақша таба тұрамыз. Мынау машиналар мысалға, мен ойлаймын, мынау біреулердің бандасының машинасы ғой мысалға, дұрыс па? Біреулердің үйі ма, бір нәрсесі болу керек қой мынау. Дұрыс па? Мына бір банданың фиолетовый. Мен қай ютубердікі екенін білмеймін, бірақ бір ютубердің осындай фиолетовый несі бар еді. Фиолетовый машинасы бар еді. Ұмытып қалдым. Біз енді кеп қалдық. Мынау бір бандиттердің үйлері сияқты, барлығы бір жерден үй алыпты. Сондықтан қазір мына жерде машиналарды тез көреміз да кететін боламыз. Аха, дәл жаңа машиналар. Бізде 16.800 теңге бар екен. Бізге осы машина болады ау. Ең сәл түрі нормальный осы сияқты ғой. Так. Мынаның скорості сәл көбірек екен, осы машинаны алайық. Мына скутерге рахмет. Көп. Бұл біздің машина емес. Мына ішінде адам отыр, прикинь. Алло. Аха. В смысле ашылмайды? Біз сатып алдық қой, қалай ашылмайды? Қалай ашылады екен ғой? Яны құлттап қойғалы болады. Тоқта машинаны ішін көрейікші біз. Нормально. 2 адамдық екен ғой, Нормально, біз пока что бір өзіміз. Скоростын көрейік. Ойбай, машинада ремень тау керек. Біз ондайды ұмытып кетіп отырық. Тоқтайық. Біз енді жаңа такси жұмысын қарайық. Бізге өте ақша керек. Такси. Міне такси. Жұмысты бастау. Аха. Бізде қазір ешкім не беріп жатқан жоқ. Рөл болғанда, игровой рөл болғанда өте жақсы ойын болар еді. Жаңағы М-бе да. Ешқандай заказ жоқ. Әзірге істейміз, енді қалада сәл айналдыра тұрайық. Автобустың адамы қайда? Жұрттың бәрі жабық қой.
Автобустың адамы қайда? Аккуратно. Во-во-во. Жұмыс ойлайды. 5 секунд дейік. Күтейік 5 секунд. Ал кеттік. Бізге Құлашын жол көрсетіп тұр ғой, біз қарсы жолға шығып айдап отырып бұл автобусты. Он төрт остановкаға бармыз еді. Күтейік. Ешкім мән түсіп атқан жоқ. Так, әр остановкаға $360 берсе, өте жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Ойбай, өтіп кеттім. Мен және бір түсінбегенім, жаңа маған штрафтар беріліп жатыр, жылдамдық қатты көтергенің үшін деп. Ол неден? Ол мысалы адамдар өздері сол жерге жылдамдықтың несін қойып қойған ба, ограничение, немесе ол сервердің кімі? Сервердің болса, неғып бүкіл жерде ондай жоқ. Тек кейбір жерлерде ғана бар екен. Басқа машиналар деген ойға 200-300 бе өтіп отыр ғой. Ойбай, остановка екен ғана. Кешірім сұрайын. Ағайындар, түсіндір. Өтіп кеттім ғой. Уже $4700. Бізде қанша остановка қалды? Біреу ғана қалды. 5000 табады екенбіз, значит. Жаман емес. Біз остановканың орнына қайттан келдік, е? Бұл соңғысы, және $5000 тапты. $5000. Өте жақсы. Жоқ, жетеді болса. $5000 әзірше. Ойбай, түс айналайын. Түс болды, біттік. Сегіз минутта бітірдік. 10 минутта машинамызға жүгіп бару керекпіз. Сол кезде бізге штраф берілмейді. Біз жұмысты бітірдік деп қайтып айтамыз. Ойбай, спорттап қойған еді ғой. Отыр, бірден кеттік. Ал енді достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, бүгін автобуспен жұмыс жасадық, такси жұмысын жасауға тырысып едік, болмады. Және жаңа өздеріңіз көргенде өзіміздің алғашқы көлігімізді сатып алдық. Енді ары қарай жұмыс жасап, ақша тауып, Құдай қаласа жақсы үй алсақ, және бір оружиелер алсақ кішігірім. Және тағы айтамын, қандай да бір бандыларға шақырыңыздар, немесе өздеріңіз жазыңыздар маған. Мен астына Discord серверді қалдырып кетемін. Сол жерге жазып, бірге ойнаймыз, бірге дамимыз, бірге банды құрсақ болады, немесе бірге ойнасақ болады. Жалпы жазыңыздар, мен сіздерді күтемін.